Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қал жағдайларыңыз қалай? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Алдымен оқушылар, тәрбие көзі тал бесік атты қанатты сөздің мағынасын ашып көрейік. Тәрбие басы тал бесік деген қанатты сөздің мағынасы ол бесікте жатқаннан ақ баланы тәрбиелеу. Егер де бесіктен жатқаннан ақ оған біз егер де балаға ертегілер оқып, не болмаса бесік жырын айтып, онда бесік жырына жақсы жаманды қосып, жақсыны қалай тану керек, жаманды қалай тану керек екендігін айтатын болсақ, кішкентай кезден ақ біз оларға ертегілерді, жыр дастандарды, батырлар жырын, түрлі таңғажайып ертегілерді айтатын болсақ, баланың таным көкжиегінде біз алға қарай жылжытамыз. Және де олар батырларға, жақсы кейіпкерлердің бойындағы жақсы қасиеттерді өзінің бойына сіңіріп, өзін жақсы бір жағынан, жақсы бір дүниелерді бойына жинай алады. Сол себепті де тәрбие басы тал бесік деп ата-бабамыз біліп айтқан. Бабаларымыздан қалған тәрбие басы тал бесік деген нақылымыз бар. Данышпан аталарымыздан бала тәрбиесін сол бесік жырынан тегін бастамас керек. Бесікке бөлінбеген сәби тәрбие басы бесік жыры. Ананың бесік жыры мен бесіктен шыққан бала әнге, өнерге сол құйттай кезінен жақын болады. Себебі ана сүтімен бірге құлағына сіңісті болған әсем ән ұрпақ үшін өмірлік серік болатын ол кісілер жақсы білген секілді. Шынымен де бесікке бөлініп әлди тыңдап ұйықтаған бөпе бала ол өскен кезінде өте тәрбиелі, сондай өнерге жақын болып бейімделеді деген ойдамын. Жарайсыңдар, өте тамаша. Балалар, енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен мақсатымен таныс болайық. Сабағымыздың тақырыбы жасөспірім және ата-ана. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұнын түсіну және астарлы ойды анықтау. Қалай ойлайсыңдар балалар? Бүгінгі мақсатымызға сәйкес қандай тапсырмалар орындауымыз мүмкін? Өз ойларыңды ортаға салсаңдар. Бұл жерде менің ойымша, жаңағы біз бір мәтінді тыңдаймыз, немесе оқимыз, соның мазмұнын сізге түсіндіріп береміз. Яғни анықталған ақпаратты астарлы ойын анықтаймыз. Менің ойымша, бүгінгі тапсырмалар тәрбие туралы, отбасы туралы, сосын тұрмыс тіршілік туралы, ата-ана туралы болуы мүмкін. Құрметті оқушылар, назарларыңызға ұсынған бейне материалды мұқият тыңдаңыздар. Осы бейне материалдың мазмұнын ашу мақсатында бірінші тапсырманы орындаңыздар. Бірінші тапсырмада қарапайым сұрақ, нақтылаушы сұрақ, түсіндірмелі сұрақ, шығармашылық сұрақ, бағалаушы сұрақ, қолданбалы сұрақтар арқылы сұрақтарға жауап бере отырып, Блум түймедағы әдісімен мәтіннің мазмұнын ашыңыздар. Бүркіт пен оның балапандары. Баяғыда таудың қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті қыран өмір сүріпті. Өзгелерге өрлігі мен өнеге болған әлгі бүркіт бір жылы өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандардың қанаттары қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз уақыт қалғанда, бүркіт 3 балапанын уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатып ол, өзіндік өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып, былай деп сұрапты. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, мәпелеп бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскесін, осының өтеуі ретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар? Біріншісі айтыпты: анашым, сенің ақ сүтіңді ақтау үшін қолымнан келгенінің бәрін жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма мінгізіп алып жүрем. Дүниенің 4 бұрышын түгел аралатам. Таңғажайып тамашаларды көзіңмен көретін боласың. Бүркіт басын шайқап, уысындағы балапанын теңізге тастап жіберіпті. Бірінші балапан теңіз тұңғиығына батып кете барыпты.
Сосын екіншісіне бұрылып, ал сен не айтасың депті. Екіншісі айтыпты, анашым, мен сені ел аралатып босқа әуре қылмаймын. Ғаламның барлық кереметтері мен қызықтарын алдыңа әкеліп берем. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады. Бүркіт тағы да басын шайқап, уысын жазып жібергенде, екінші балапан да біріншінің соңынан кете барыпты. Бүркіт үшінші балапанына бұрылып, жарықшақ толы дауыспен былай депті. Ал, сен мені қалай жарылқамақсың? Сонда үшінші балапан былай деп үн қатыпты. Анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған ащы ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылықтарының шеті де шегі жоқ екенін, оны өтеуге менің барлық ғұмырым жетпейтінін жақсы білемін. Дегенмен, менің өмірім сені әлемде аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа әкеліп келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Мен сенің маған жасаған жақсылықтарымның барлығын өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін боламын. Кәрі бүркіт сонда көкірегін кере терең демалып, біздің әулет аманатын алға апарар, қыран деген атқа лайық болалар ұрпақ туылғанына көзім енді жетті деген екен. Қарапайым сұрақ. Аңыз не туралы? Аңыз бүркіт пен оның балапандары, яғни 3 балапаны жайында. Нақтылаушы сұрақ. Аңызда қандай оқиғалар баяндалады? Қыран құстың жұмыртқа басып шығаруы және оларға сұрақ қоюы баяндалады. Түсіндірмелі сұрақ. Бүркіт неліктен балапандарын сынады? Менің ойымша, өзінің шыққан балаларын қандай ұрпақ болғанын, қалай тәрбиелегенін, кім қалай жауап беретінін білгісі келіп сынады. Шығармашылық сұрақ. Егер де бүркіт балапандарын сынамаса, оқиға қалай аяқталар еді? Мүмкін бүркіт өзі балапандарына сенімсіздікпен қарап өтермеді. Бүркіттің бағалаушы сұрақ. Бүркіттің іс-әрекетіне қалай қарайсыңдар? Бүркіттің жасаған іс-әрекеті бір жағынан дұрыс, бір жағынан қате. Себебі өз балапандарын суға тастау бір жағынан қателік, ал екінші жағынан өзінің ұрпақтары қандай болғанын білген өте дұрыс деп ойлаймын. Қолданбалы сұрақ. Бүркіт туралы аңызбен жасөспірім және ата-ана тақырыбына қандай байланыс бар? Айтады ғой, құс жалпы қандай тәрбие, тәлім-тәрбие сен көресің, соны барған жерінде, кез келген жерде көрсетесің. Яғни ата-ана мен баланың арасы өте жақсы болу керек. Ата-ана әрқашанда балаға көмектесіп, өз ойын айтып, еркін ұстауға, бір жағынан қаталдау болуға әрқашанда көмектесіп жүру керек. Және де тәрбие, тәлім-тәрбие көп беру керек. Ата-ана жасөспірім сол кезде ғана жақсы болады. Сұрақ. Аңызда қандай оқиғалар баяндалады? Бұл жерде бүркіт өзінің 3 балапанын сынағаны туралы айтылып тұр. Түсіндірмелі сұрақ. Бүркіт неліктен балапандарын сынады? Өйткені олар балапандар өсіп жетілгеннен кейін олардың жақсы өмір сүруіне алып келу үшін оларды сынады. Шығармашылық сұрақ. Егер де бүркіт балапандарын сынамаса, оқиға қалай аяқталар еді? Егер де бүркіт балапандарын сынамаса, олар өскен кезде бір қателік жіберіп, өздері өкінетін болар еді. Бағалаушы сұрақ. Бүркіттің іс-әрекетіне қалай қарайсыңдар? Менің ойымша, ол дұрыс істеді. Өйткені ол балапандары кішкентай кезінен бастап жақсы тәлім-тәрбие берді, бірақ оны балапандары дұрыс түсіне алмады. Егер де әрбір адам солай істейтін болса, ол дұрыс болар еді деп ойлаймыз. Қолданбалы сұрақ. Бүркіт туралы аңыз бен жасөспірім және ата-ана тақырыбында қандай байланыс бар? Бұл жерде айтып өтетін болсақ, бүркіт өзінің 3 балапанына тәлім-тәрбие беріп, оның тәлім-тәрбие беріп отыр. Ал жасөспірім ата-аналарға келетін болсақ, ол жерде де ата-аналар өздерінің балаларына тәлім-тәрбие береді. Осы жерде байланыс бар. Балалар бағанағы жіберілген бағалау парағына өздерінің бүгінгі сабақта жауап бергендерің бойынша белгі қойып, маған қайта жіберулеріңізді сұраймын.
Жарайсыңдар оқушылар, тамаша, өте жақсы жұмыс болды, сәтті орындадыңыздар. Бұл тапсырманы орындау арқылы мәтіннің мазмұнын түсініп аша алдыңыздар. Енді келесі екінші тапсырманы орындаймыз. Яғни құндылықтар спектр әдісі арқылы ұсынылған мәтіннен астарлы ойды анықтаймыз. Бұл тапсырмада тыңдалған мәтіннің мазмұны бойынша әр спектрдің ішіне құндылықтарды атап жазып шығамыз. Сол құндылықтар арқылы астарлы ойды анықтаймыз. Балалар, енді мына жіберілген суретті слайд арқылы сабаққа кері байланыс жасаймыз. Өз ойымызды қорытындылап айтайық. Мен үшін маңызды, себебі ата-ана мен жасөспірім арасындағы қарым-қатынас өте маңызды болып саналады. Менің өзім жасөспірім болғандықтан кейде ата-анамның қолдауы, кейде олардың бағыт-бағдары маған өте қажет болады. Және де жастар үшін маңызды, себебі жастардың мұңын тыңдайтын, оларға сырлас болатын, оларға ақыл-кеңес беріп, бағыт-бағдар беретін ол ата-ана. Жалпылама жасөспірім мен жастардың өміріне жауапты ата-ана болғандықтан, жасөспірімдер мен жастар арасындағы қарым-қатынасы өте маңызды болып саналады.